Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әдеттегі творожный пирогтан өзгеше болатын шоколадный творожный пирог дайындайтын боламыз. Бұрын-соңды жасап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңынан көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды, үстінен какаомызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Шекерімізді және де қопсытқышымызды қосамыз. Барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Үстінен жұмыртқамызды саламыз, үстінен ерітілген сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен алғашында осылай лопатканың көмегімен араластырдым, кейіннен қолдың көмегімен араластыра отырып, жұмсақ қамыр илеп алдым. Қамырыңыз қатты болып қалмау керек, міндетті түрде жұмсақ қамыр болып шығуы қажет. Илеп алған қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа салмасы дайын болғанша салып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз. 400 грамм сүзбеге 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстінен шекерімізді қосып, қаймағымызды саламыз. Үстінен 1 ас қасық кукурузный крахмалымызды қосамыз. Барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп отырып, араластырып аламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді формочканың ішін осындай сары маймен шамалы майлап аламыз. Одан кейін тоңазытқышта тұрған қамырымызды шығарып, осылай біркелкі етіп жайып, формаларымызға орналастырып аламыз. Осылай біркелкі етіп жасауға тырысыңыздар. Шет-шетіне осындай бортиктер жасаймыз. Осылай жасап алғаннан кейін шаңғышқымен үстінен тесіктер жасап шығамыз. Осылай тесіктер жасап алғаннан кейін начинкамызды саламыз. Кішкентай қасықтың көмегімен шет-шетін тегістеп шығамыз. 170 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымызды әзірге суытуға қойып қоямыз. Пирогымыз суыға жақындаған кезде шоколадты ганашымызды жасауға бастаймыз. Осылай шоколадымызды бірнеше бөлшектерге бөліп, сары майымыздың үстінен салып, су буында жақсылап ерітіп аламыз. Шоколадымыз бен сары майымызды ерітіп алдық. Енді үстінен 100 грамм арахисімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы шоколадты ганашымызды суыған пирогымыздың үстінен осылай құйып аламыз. Бір шет-шетін тегістеп, біркелкі етіп қоямыз. Дайын болған пирогымызды тоңазытқышта 1 сағат ұстаймыз. Осымен біздің пирогымыз дайын, өте дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.